Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы өнертапқыш бала. Сендер бүгін сөздіктерді қолдануды, мәтіннен нақты мәлімет тауып оқуды үйренесіңдер. Жаңа сөздер: өнертапқыш изобретатель, өнертабыс изобретение, үмітті ақтау оправдать надежды. Өз ойыңмен бөліс, сұраққа жауап бер. Ата, желіге қосылыңыз, сізді дәрігер күтіп отыр. Иә, қазір қосыламын балам. Сұңғат пен Тілеухан қайда жүр? Тілеухан неге таң қалып тұр? Сұңғаттың атасы балалардың қасына қалай келді? Суретке қарап, Сұңғат туралы не айтуға болады? Мәтінді түсініп оқиық. Бүгін біз Сұңғат екеуміз саябақта қыдырдық. Сұңғат маған компьютер, роботты, техника туралы көп ақпарат берді. Бұл бүкіл әлемге танымал өнертапқыш бала болып шықты. Ол хабарласқан адаммен виртуалды кездестіретін телефон ойлап тапқан. Мен бүгін оны өз көзіммен көрдім. Жақында ол тағы бір өнертабысы үшін марапатқа ие болыпты. Оның келесі еңбегі егін өсірумен байланысты. Ол жаңбыр бұлтын қажет нүктеге апаратын ұшқыш робот жасаған. Сұңғат ата-ананың үмітін ақтаған ұл. Сұңғаттай досым болғанына мақтанамын. Сұңғат өте қарапайым, білімге құштар бала. Сұраққа жауап бер. Сұңғат кім? Ол не үшін марапатқа ие болды? Сұңғат қандай бала? Оның жасаған роботы немен байланысты? Мәндес сөздерді тап. Әйгілі, танымал, құрмет, сыйлау, серуендеу, қыдыру, ғалам, әлем, үйрену, меңгеру, жолдас, дос. Сау болыңдар балалар.